죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 Сәлем бәріне. Бүгін мен Q-popта осы аптада дебют алған Теңіз тобының Әлеміме ер атты синглына реакция түсіретін болам. Мен не көріп тұрмын? Мен олардың логотиптерінің керемет екенін көріп тұрмын. Ол кореялық хангылға өте ұқсас. Сонымен көп сөзбай кеттік. Дауысын көбейтсек. Вау. Екі стильде түсірілген, бір ақ, бір қара деймін. Иә, және тағы бір стиль. Олар 5 адамнан тұрады. Хореография. Клип жақсы монтаждалған, өте жақсы. Хореографияда дебют үшін жақсы нәтижелі. Саған керексің. Басқа дебюттармен. Дебюттардың барлығы осындай болады. Хореография. Осы жер ұнады маған. Меніңше группаның визуалы маған бітіп қойды ма? Жалпы дебют үшін бұл жақсы жұмыс деп ойлаймын. Мен несімен таңғалдырды? Мені негізінен көп таңғалдырған, мен әлі логотипқа қарап отырмын. Логотип маған өте қатты ұнады. Теңіз екі мағына білдіреді. Теңіз, мен ойлауымша 10 із деген, және де теңіз, біз теңіз, ол қазақ тілінде теңіз. Әлемімер, дебюттық әндердің барлығын көбіне осындай болады. Біз алдыға қарай ұмтыламыз, біз жеңеміз, біз барлығын қиратамыз, біз барлығын жоямыз, біз барлығынан күшті боламыз деген, маған ұнады. Маған ең бастысы ұнады. Және мен қатты білгім келіп тұр олардың аттарын және жастарын, өздері жайлы ақпаратты. Әрине осы аптада жалпы осы соңғы кездері Q-popта көптеген дебюттар болып жатыр. Оның бірі осы Теңіз, Жүзім, Айдана Меденованың өзге, тағы да қандай көптеген жаңағы дебюттар Q-pop үшін бұл өте үлкен прогресс. Және біз бұны қолдаймыз.
K-pop әлі де өсе береді деген ойдамын. Рахмет.